Саламатсыздар ма? Енді алдында айтқандай, флоу бойынша қалай жұмыс жасау керек, соны түсіндіретін боламын. Бұны Google'дан флоу деп теріп, или Web3 деп мен бірінші видеомда көрсетем, содан қарасаңыздар болады. И сол жерде тіркеліп, регистрациялардың бәрінен өтіп, галочкаларды басып, соглашениені оқып, дальше продолжить деп басасыздар. Енді сіздер барлықтарыңыз осындай видеоларды қалай жасаймыз деп сұрап жатыр екенсіздер. Енді бұл жерде картинкамен промпт керек. Тиімді қолдану жолдарын талқылайтын әдістемелік кеңеске шақырамыз. Сәлеметсіздер ме? Сіздерді заманауи Осындай жасау үшін сізден картинка, и одан кейін керекті нәрсе осындай промпт. И одан кейін тағы да жаңағы подкасттар жасау үшін тоже сіздің екі картинкаңыз. Бұның барлық промпттарын барлығын ChatGPT-дан сұрайсыздар. Сол арқылы жасайсыздар. Бұл жерде сіздер ең басты қарайтын нәрселеріңіз, сіздерге 80 кредит беріледі бесплатно. 80 кредит деген 8 секундтық видео. Текстарыңыз 8 секундқа сиятындай қылып салуларыңыз керексіздер. Яғни ChatGPT-дан сұрайсыздар. Маған осындай жаңа флоуға промпт жазып бер деп. бойынша жарыңдар деп тапсырма берді ғой. Бойынша жарыңдар деп бойынша жарыңдар. Анау не бойынша ғой? Общий көру үшін конструкция жасайынға басу керек. И сосын общий қылып көруге болады. Мына жерден шығады қазір. Енді тыңдайық. Жансая, жасанды интеллекттің білім сапасын жаңа дәуірге көтеретін күш тақырыбын әдістемелік кеңесте алсақ, жақсы естілемек. Әрине, бізге жиі бойынша жарыңдар деп тапсырма берді ғой. Бастамас бұрын өзімізді мультяшный форматта таныстырып алайық. Енді мына жерде мен тексті дұрыс емес салып қойғам. Содан кейін қосқан кезде жаңағы free деп шығып тұрғаны сол. Мына жерде мен полный текст салып қойғам. Мына көріп тұрғандарыңыздай, мына полный текст 8 секундқа сыймайды. Осы тексті жаңа екі сөйлемнен бөлулеріңіз керексіздер. Так, осылай жаңағы екі өздеріңіздің картинкаларыңызды қойып жасайсыздар. Ол үшін сіздер бірінші білу керек нәрсе видео по описанию. Видео по описанию чисто промпт арқылы жасайды. Видео по кадрам, ол сіздерде кадр жаңағы кадрдан кадрға ауысатын фотолар арқылы тоже. Готовы өздеріңіздің дайын видео побрасам, сіз өзіңіздің картинкаңызды қоясыз. Енді менікі жаңа видео побрасам болып тұр. Сонымен екі картинканы қойып, промпты салып, генерация жасалынған. Енді тағы да так, бұл жерде мультфильм, өзіңіздің фантазияңыз қай жерге жетеді, соның барлығын жасап көрсеңіздер болады. Оның барлық промптын ChatGPT-дан сұрайсыздар. Сосын картинкаларыңыз, жаңағы өздеріңіздің оригинал картинкаларыңыз, мен мысалға мынаны Gemini'ден жасап, бұған бояуға салдым. Бірақ соңында түрім өзгеріп кетті. Заманауи білім беруде жасанды интеллектті тиімді қолдану жолдарын талқылайтын әдістемелік кеңеске шақырамыз. Енді бұл жерде мен не істедім? Бұл жерде мен былай жасадым. Өзімнің картинкамды салдым. Мына жерден былай қайтадан ұнамай қалса, осы жерде генерация жасауға болады. Не видео по кадрам. Осылай промпты салдым да, и бұл жерде маған бастамасын бастау керек болды. Сол үшін промпты копировать етіп, ChatGPT-дан сұрап, картинкамды қойып, осы жерге салып, генерация жасадым. Сол кезде маған осылай дүние жасап берді. Көрдіңіздер ма? Енді бұндай жаңағы каждый промпттарды сосын түрлендіре бересіз. Осы пәнге керек, осындай нәрсеге керек деген сияқты. Енді осы промптты, давайте мен на промптты өзіме салып көрейін. Мына жерде тұрған, ол үшін осыны копировать етемін. Готов промптты. Сіздерде осылай шығады. Сізде басында осылай болады. Сосын создать проект деп жазасыздар. Мына жерде түк ештеңе болмайды. Создать проект деп басып, сосын менде видео побрасам, өзім картинкам болу керек. Сосын промптты қоям. И сіздердің каждый загруженный картинкаларыңыз осы жерде тұрады. Сосын мен өз картинкамды таңдаймын. И сосын дальше неге жіберемін? Генерацияға жіберемін. Так, мына жерде горизонтальный сұрап тұр. Егер сіздерге осындай жағдай болып қалған кезде, сіз по кадрам жазсаңыз болады. Сол кезде тік болады да, телефонный форматқа. Не? Осылай телефонный жаңағы 9:16 формат болатын болса, осылай жасайсыздар. Генерацияға барып жатыр.
Енді бұл жерде тағы не айтуға болады? Егер дополнительно жасайтын болсаңыздар, конструктор сценаға кіріп, ары қарай қосатын болсаңыздар, увеличение сцены деп, немесе переход к сцену деп ауыстырып жасайсыздар. Сонымен қатар мына жерде телефонның жаңағы вертикально, горизонтально деп осы жерден өзгертесіздер. Потом бір запроста қанша видео пайда болу керек, соны көрсетсеңіздер болады. И каждый фастқа каждый неге 20 кредит кетеді, оның барлығы жазылып тұр. И бұдай түрлері бар. Енді бұл жерде quality деген ол 100 кредиттікі. Сіздерге қолданып қажет жоқ. Сіздерге егер бесплатно қолданатын болсаңыздар, 80 кредиттің өзі жетеді. Еще Gemini'да подпискаңыз болса, ай сайын Gemini 1000 бонус беріп тұрады. Яғни сіздерде басында Gemini сатып алған кезде сіздерде шығады осындай нәрселерге жаңағы дополнительный бонустар беріледі деп. Енді жаңағы видеоны көрейік. Осылай сіздерге шығады, өзі күтесіздер. Көрейік. Білім берудегі жасанды интеллект, мүмкіндіктер мен тәжірибелік мысалдары атты әдістемелік кеңесте күтеміз. Болды, осы жерде жаңа картинка мен промпт қана. Осылай жасайсыздар. Тез әрі жылдам. Ең алдымен жаңағы осының тілін білсеңіздер болды. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийда жазып қойсаңыздар болады. Сау болыңыз.